Бадам, Кентау, Келес ауылдарында әкімдікпен мектепке жұмысқа тұру үшін, мектеп мұғалімі болу үшін 1.700.000 теңге беру керек екен, және пол жуушы болып кіру үшін 600 мен 800.000 теңге аралығында кіру ставка екен. Бұл осы жылдың ақпан айында көтерілді. Кәдімгідей мен дәл осы сіздің пресс-секретарларыңызға бере аламын. 16 менде ақпарат бар. Сіздің өңіріңізде неге осындай жемқорлық аса көп және ол неге шешілмей келе жатыр? Сіз әкім болып отырсыз, 3 жылға жуық сіз олармен күресетінде қандай шаруа қолдандыңыз, жаңа айтып тұрсыз. Ол қылмыстық іс қандай қозғалды, қылмыстық іс қандай қозғалды деп, ал нақты шешім жоқ қой. Енді бұл да жалпы әңгіме. Сіз маған фамилиясын, мектептің директорын несін айтып берсеңіз, мен тиісті органдарға беремін, қылмыстық іс қозғалтамыз. Сонда сіз енді жаңағыдай жалпы айтуға, бұл кезінде 2-3 жыл бұрын айталық, ондай әңгіме болған. Біздің білім саласында мектептерде жаңағы еден жуушыға дейін жаңағы парамен кіреді деген. Соны мен келе салысымен үлкен жиналыста көтеріп, бұған қандай шара қолданамыз деп біз жаңағыдай ақылдасқан боламыз. Соның арқасында бізде жаңағы цифровизация арқылы жаңағы жұмыс Сицен кезетті сондай бір портал құрдық. Сөйттік та жұмысқа тек сол портал арқылы алатындай жағдай жасадық. Қазір мектепте, қазір мен айтайын, мектепте содан бері сол портал арқылы 12.000 арыз түсті. Соның 5.000-і жұмысқа орналасты. Оның ішінде мұғалімдер де бар, жаңағы техникалық қызметкерлер де бар. Сондықтан енді біздің жаңағы әрине жаңағы антикорға, полицияға, прокуратураға тапсырма берілген. Осы мәселеге өте үлкен мән беріңіздер деп.